енді немесе тұмаудың алғашқы белгілері пайда болғанда бірден не істерін білмей қалады. Кейде дұрыс емес әрекеттер жасап, ауруды одан әрі созып алатынымызды байқамаймыз. Шын мәнінде, ағза өздігінен сауығуға тырысады, тек оған кедергі келтірмей, керісінше көмектесу керек. Мысалы, дене қызуы көтерілсе, оны бірден түсіруге асығамыз. Бірақ қызу, ағзаның вирусқа қарсы қорғанысы. Ол вирустың көбеюін баяулатады, иммунитеттің жұмысын күшейтеді. Сондықтан жеңіл және орташа температурада ең бастысы тоңбау, жылы жату, ағзаны салқындатпау. Кейде адамдар вирус болса да антибиотикке жүгінеді. Бұл үлкен қателік. Антибиотик тек бактерияға қарсы жұмыс істейді, вирусқа әсер етпейді. Керісінше иммунитетті әлсіретіп, ішектегі пайдалы микрофлораны бұзады. Егер қандайда бір жағдайда антибиотик ішуге мәжбүр болсаңыз, қатарынан пробиотик қабылдау маңызды.